Естеріңізге сала кетейін, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының президент сыйлығының лауреаты, Қазақ газеттері жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры Жұмабек Кенжайын. Аға, әңгімемізді одан әрі қарай жалғастырайық. Мерзімді басылымдардың негізгі оқырмандары қазір кезде кімдер? Арнайы зерттеулер жүргізетін шығарсыздар? Біз бұл мәселені кәдімгі зерттеп отырамыз. Әрбір баспасөзге жазылу науқаны. Қазір сізбен біздің кездесуіміздің өзі, студиядағы бүкіл ел жұрттың алдында қазір баспасөзге жазылу науқаны кезінде өтіп жатыр. Сондықтан біз өзінің контингенттің, оның аудиториясын зерттейміз. Аға, оқырмандардың санын арттыру үшін қандай іс-шаралар атқарасыздар? Біз енді қазір жергілікті жерлерде үлкен кездесулер өткізіп жатырмыз. Өзіміздің тікелей оқырман, тікелей аудиториямен тікелей байланысты өткіземіз. Газет журналдардың беттерінде оқырмандардың ұсыныс пікірлерін зерттейміз. Солардың қандай мәселелер жазылу керек газет журналдарда, қандай мәселелерге назар аударсаңыздар дейді. Осы мәселелерін түгел мамандарды шақырамыз. Тікелей аудандарда, облыстарда жақын күндердің өзінде Қазақстанның өз республика 2 облысында біздің бригадамыз шықты. Бірнеше редакторлар бар, меншікті тілшілеріміз бар. Елді, ауылды аралап, осы мәселелер төңірегінде өздерінің пікірлерін. Бұл біздің алдағы уақыттағы жұмысымызға үлкен кәдімгі түзету жасайтын, осыны ескеріп отыратын кәдімгі сабақты кездесулер деп айтып отырғыз. Шығармашылығыңызда болып жатқан соңғы жаңалықтармен көрермендерімізге айтып өтсеңіз. Енді шығармашылық дегенде біздер енді негізінен мына әдебиетпен мына газет журналдың өндірісі байланысында жүргеннен кейін өзіміздің жеке творчествомызды қағыс қалдырмаймыз. Былтырғы жылы менің 30 баспа-табақтық ер жауке мінбегенмен алтын таққа дейтін үлкен кітабым жарық қалды. Оған кешегі Кенесары Наурызбай қозғалысының үлкен батырларының бірі Төлек Жауке батырдың тағдыр талайы, өмір жолы арқау болған. Оның кейінгі осы мәселе төңірегіндегі ел көлемінде атқарылып жатқан жұмыстар, батыр рухын ұлығылау, осы арқылы жастарды патриоттық тәрбиеге баулудың көптеген мәселелері баяндалды. Сонымен қоса менің журналистік әлемнің, ғаламның түкпір-түкпірінде болған іс-сапарларының кезіндегі жолсарғылт ой түйіндемелерім, творчестволық портреттер, осы мінекей бағытта көптеген дүниелерді оқырман қауымға ұсындым. Жаңа күн бағдарламасының тұрақты көрермендеріне тілегіңіз болса мархабат. Жаңа күн жақсылық әкелсін. Біз әр таңымыздан зор үміт күтеміз. Әр таңымыз арайлы болсын дейміз. Сондықтан да мына сіздердің бағдарламаларыңыз біздің таңмен таласатылған әрбір қазаққа жүрегіне нұр сыйласын. Көңіліне кәдімгі жақсылық шуағын төге берсін. Сіздерге шығармашылық табыс, зор денсаулық тілеймін. Аға, студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Сізге де шығармашылық табыс тілейміз. Тек қана жақсы күнде қауышайық.